Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауы қарсаңында қалалық әкімдік жанынан кол орталық ашылды. Орталықтан тұрғындар өз сайлау учаскесін біліп, сайлауға қатысты толық ақпарат ала алады. 29 сәуір күні іске қосылған кол орталыққа бүгінге дейін 200-ден аса адам қоңырау шалған. Олардың дені өздерінің сайлаушылар тізімінде бар жоқтығын тексеріп, қай учаскеде дауыс беретіндігін білген. Бұл ел тағдыры үшін маңызды науқанға тұрғындардың бір кісіде қатысуға ниетті екендігін көрсетеді, дейді мамандар. Қалада әзірге 231.400 адам дауыс беру құқығына ие. Арнайы дерекқор күн сайын жаңартылып отырады. Облыс орталығында 125 сайлау учаскесі ашылады. 50-30, 53 және 50-02-55 байланыс нөміріндегі анықтамалық қызмет 9 маусымға дейін таңғы сағат 9-дан кешкі 6:30-ға дейін жұмыс істейді. Әртүрлі түсініктеме алады. Мысалы, басқа жерде тіркеуде тұр. Осы жергілікті жерде бойынша жергілікті тұрып жатырған жерінен сайлауға мүмкіндік болады ма, және осы бағыттарда жаңағыдай тиісті түсініктемелер беріледі. Қала халқы жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Сәйкесінше сайлаушылар саны 5 жыл бұрынғы көрсеткішке қарағанда едәуір бар.